Сәлем достар, бүгін сіздермен сырный рулет жасайтын боламыз. Бізге сыр, сәбіз, крабовые палочки, майонез, қаймақ, магазин қаймағы болады, бола береді 20%, укроп және де 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқаны осылай жақсылап алып, үстіне тұз себеміз шамалы, жақсылап араластырып, оның үстіне үкіштен сырымызды өткіземіз, онан кейін сәбізімізді өткіземіз. Сырымызды бен сәбізімізді үкіштен өткізіп болған соң, үстіне қаймағымыз саламыз. Жақсылап араластырып, біркелкі болған массаны қалпымызға саламыз. Қалпымыздың үстіне пергамент қағаз салып, жақсылап май жағып, үстіне біркелкі қылып саламыз. Формамызға осылай біркелкі қылып салып болғаннан соң, қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 12 минутқа қойып аламыз. Рулетіміз духовкада дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Крабовые палочканы үкіштен жақсылап өткізіп, сарымсағымызды өткізіп, үстіне укропты ұшқалап турап саламыз. Осының барлығын майонезбен араластырамыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Оң жағын астына қаратып, суығаннан соң ортасына салмамызды біркелкі қылып жағып, жақсылап орап, холодильникке 1-2 сағатқа жібереміз. Осы рецепт сіздерге ұнаса, жасап көруге кеңес беремін. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.